Ассалаумағалейкум қарапайым мастер арнасының көрермендері. Естеріңізде болса, алдыңғы видеода біз АК макетінің алғашқы бөлімін түсірген болатынбыз. Ал осы бөлімде біз толықтай бітіреміз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Достар, видеоны бастамастан алдын менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ол маған өте керемет қолдау және күшті мотивация береді. Мен ең алдымен АК леденойдың қанатынан бастадым. Яғни мен оған жүзім ағашының таяқшаларын алдым. Себебі АК леденойдың қанатына үңіле қарайтын болсақ, ол айдаһардың сүйегіне ұқсайды. Мен соны жүзім таяқшаларына ұқсаттым да бірден өзімнің керек материалымды таптым. Енді біз құрылыс дүкенінен ең жақсы деген супер желімді алып, қаңқамызды бір-біріне бекітеміз. Тек біріктіргенде жай ғана желімді құя салмай, арасына кішкене таяқшаны кіргізіп жіберіңіздер. Сол кезде одан әрі қаңқамыз мықты орналасады. Және супер желімді қойған кезде үстіне кішкене содадан шашып жіберсеңіздер, химиялық реакция болып, ол өте мықты қатады. Достар, мен осы АК леденойды жасамастан алдын YouTube'тан қарадым. Қазақстан түгілі шетелде де ешкім жасамаған. Сол себепті ең алғаш Қазақстанда мен сіздерге көрсетуді ұйғардым. Қазақтардың қолынан бәрі келетіндігін дәлелдемейміз бе? Және қосымша айта кетейін, мен алдағы уақытта сіздерге дрон жасауды көрсеткім келіп жүр. Соған менде кемінде 10 000 подписчик болған кезде сіздерге дронды қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Ендеше тағы да каналға тіркеліп, мені барынша қолдап кетіңіздер. Міне аз уақыт ішінде екі қанатымыз да дайын болды. Келесі кезекте біз АК леденойдың қабыршықтарын жасайтын боламыз. Оған мен пенопласт материалын қолдандым. Енді біз алда жасайтын макетіміздің бейнесін алдымызға қойып, шын АК-ға суретін саламыз. Яғни қабыршықтардың суреті. Сосын пенопласт арқылы оны өлшеп, кесіп, тексейміз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар өте әдемі шығады. Міне осылай өзімізге керекті бейнені шығарып аламыз да ыстық желмен жақсылап тұрып жабыстырамыз. Міне қабыршықтарымыз кішігірім дайын болды десек те болады. Енді біз АК леденойымызды тағы да бейнесін алдымызға қойып, қара және көк түстермен жақсылап тұрып, дәл фотодағыдай қылып айнытпай бейнесін салуымыз керек. Тек сіздер боялатын түсті тура таңдасаңыздар болды. Таза қара түс және ашық көк түс. Яғни біз барынша фотоға ұқсатуымыз үшін оны барынша керемет қылып бояуымыз керек. Сіздерге айта кетейін, бұл қара түсті шашатын краскамен бояуға болмайды. Себебі пенопласт оған еріп кетеді. Сол себепті құрылыс дүкендерінен жағылатын қара түсті алсаңыздар тіптен керемет. Міне достар, кішігірім түсіміз дайын болды. Енді біз келесі кезекте қанаттарымызды да қара түске бояп шығамыз. Оны шашатын қара түспен бояй беруге әбден болады.
Сосын бояуымыз біраз уақыт ішінде кепкен соң қанатымызды қайтадан алып, оған кәдімгі пленканы орнатамыз, яғни ыстық желіммен, дәл видеодағыдай. Біз барынша пленканы қалыңдау түрін таңдасақ, тіптен керемет кетеді. Себебі сәл де болсын шынайы көрінеді. Міне көріп тұрғандарыңыздай жұмысымыз сәтті орындалды десек те болады. Енді дәл осылай екінші қанатты да жасап шығамыз. Енді біз ашық көк түсті краскамен қанатымыздың астыңғы тұсынан бояп шығамыз. Міне достар, дайын болды. Дәл ойындағыдай өте керемет көрініп тұр. Енді макетіміздің басқа да қалып кеткен жерлерін жабыстырып шығамыз. Міне бұл бөлігімізде дайын болды. Енді біз пенопластты басында қалай бояды, қазір де дәл солай бояйтын боламыз. Міне достар, дайын болды. Енді біз акамызбен қанаттарын бір-біріне біріктірсек қана болды. Достар, егер де жасап жатқан затым сіздерге ұнап жатса, комментарийға барынша қолдап, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Енді қанатында құр өзін жабыстыра салмай, берік болу үшін арасына кішкене таяқшалар тығып жібереміз басындағыдай. Және оны дәл жаңағы супер желіммен сода қосып жіберсек, тіптен керемет мықты орналасады. Жабыстырып болған соң, сыртын тағы да қара краскамен бояп шығамыз. Ал енді осынша еңбектің нәтижесін көрейік. Міне достар, біраз уақыт дегенде біз осы акалиден ойымызды жасап біттік. Егер де сіздерге ұнаса, барынша мені қолдап кетіңіздер. Яғни каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал сыртқы көрінісіне келетін болсақ, өте әдемі бірден көзге түседі. Шын өмірде өте ерекше көрінеді екен. Және де достар, алдағы видеоларында не жасағанды қалайсыздар? Егер өздеріңіздің ойларыңыз болса, комментарий жазып кетіңіздер. Мен оны ескеріп, алдағы уақытта жасауға тырысатын боламын.
Достар, егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Каналға кел.